Енді осылай отыра береміз бе? Ағайдың өзі қайда екен? Неге шақырды? Біз осы жерге кім біледі? Еш айтқан жоқ па? Кім тарих пәнінен экзамен дұрыс тапсырамаса, жоғарыға бақса тапсырма беремін деп, сол үшін шақырып отыр бізді осы жерге. Иә, бесеуміз экзаменнен құлап қалдық. Енді екінші мүмкіндік берейін деп тұр бізге ол кісі. Менің түсінгенім бойынша ол кісі қазір келіп бізге жаңа тапсырмалар береді. Егер соны орындасақ, бізді экзаменнен өткізеді. Бірақ неге бізді бұл жерге шақырды екен? Тапсырма беретін болса, бізді мектепке шақыру керек еді. Мен де соны түсінбей тұрмын. Не болса да күтейік. Маған смс келді. Қараңдар. Ағай бірдеңе деп жазып жіберіпті. Оқып жіберейін. Мұнда былай деген. Қараңдар, ескерткіштің алдында қорапша жатыр. Сол қорапшаның тапсырма бар. Сол тапсырманы орындап, маған жауабын жазып жіберіңдер. Мәссаған, бұл анауың ғой. Қалай еді? Квест. Ағай бізді осылай тапсырма беріп сынайын деген ғой. Кетіп барып қорапташайық. Сұрақ, дұрыстап сынап алыңдар. Бұл құрылыс еліміздің тәуелсіздігіне арналған. Құрылыстың ерекшелігі бір жағында Лондон, ал бір жағында Пекин тұр. Бұл қандай құрылыс? Ол не болды екен? Біздің қаламызда ондай құрылыс жоқ сияқты ғой. Дұрыстап ойланып қарайды. Еліміздің тәуелсіздігіне арналып салынған қандай ғимарат бар? Ондай ғимараттар көп. Бұл жерде басты подсказка Лондон мен Пекин болып тұр ғой. Ойлану қарайшы, Лондон Ұлыбритания астанасы, ал Пекин Қытай астанасы. Бұл екі қаланы не біріктіреді? Қараңдар, бір жағында Лондон тұр, ал екінші жағында Пекин тұр. Бізде осында екі биік мұнарасы бар ғимарат бар ма? Мүмкін бұл мешіт шығар. Мешіт мұнаралар бар, және олардың көбісі тәуелсіздік уақытына салынған емес пе? Меніңше бұл мешіт емес. Бұл бір сағаты бар ғимарат шығар. Лондонда Биг Бен сағаты бар емес пе? Кеттік, жайлап жүрейік, мүмкін ол ғимарат көзімізге шалынып қалар. Тұра бергеннен пайда болмас. Тоқтаңдаршы, жаңа сұрақта Лондон мен Пекин деді ғой. Лондон Еуропада, ал Пекин Азияда емес пе? Біз жаңа қаланың Еуропа жағында болдық. Қазір Азия жағына шықтық. Бұл осы көпір емес пе екен? Мәссаған, қалайша ойымызға бірден келмеген. Бұл көпір Азия мен Еуропаны қосып тұр емес пе? Оңай сұрақ болған екен, ал біз басқа тұрып қаланың жарысын аралап шықтық. Ағайға жауабын жазып жібер.
жазып жібердім. Дұрыс, жауабы осы көпір екен. Ура! Міне, тағы бір ісіміз келді, оқып жіберейін. Бұл жерде Махамбет Исатай атолай салынған Абай өзінің өлеңдерін төккен, Дина мен Құрманғазының күйі шығарып, Ромео Джульеттаның қиындықтарын бастан кешірген. Бұл қалай болғаны? Сонда бізге нені табу керек? Бұл жерде деп тұр ғой, бізге осы оқиғалар болған жерді тауып жазып жіберу керек шығар. Олай болса бұл сұрақ қиын болмайды деп ойлаймын. Мысалы Махамбет пен Исатай осы біздің батыс өңірінде аттой салған, Құрманғазы мен Дина осы өлкеден, ал Абай атамыз Шығыс Қазақстан жерінде өзінің өлкеден өлеңдерін жазған. Ал Ромео Джульетта Шекспирдің отаны Британия аралдарында болуы керек. Сен қалай кеше экзаменнен құлап қалып жүрсің? Мен сен ештеңе білмейтін деп жүрсем, мына адамдар туралы көп дүние білетін сияқтысың ғой. Ромео Джульеттаны Шекспир жазғанына дейін біліп тұрсың. Жақсы, осы айтқандарды ағайға жазып жіберейін, не айтады екен көрейік. Тек дұрыс болса жақсы болар еді. Міне, жауап келді. Бұл қате жауап дейді. Кеттік, Махамбет Исатай ескерткішінің қасына, мүмкін сол жерде жауабын табармыз. Ол жерге барудың не керегі бар бізге? Одан да олардың бәрін біріктіріп тұрған не? Сол жөнінде ойлауымыз керек. Дұрыс айтасың. Келіңдер, ойланып көрейік. Бізде Махамбет пен Исатай ескерткіші бар. Дина мен Құрманғазы ескерткіші бар. Абай Құнанбаев ескерткіші бар. Мүмкін осы ескерткіш қай ауданда тұр? Соны табуымыз керек шығар. Олардың бәрі бір ауданда тұр ма бізде? Сендер Ромео Джульеттаны ойдан шығармаңдар. Бұл сендерге ескерткіштің бір ауданда тұрған болса да, олардың арасында Ромео мен Джульеттің ескерткіші жоқ. Сол себепті біз басқа бағытта іздеуіміз керек. Мүмкін олардың да ескерткіші бар шығар, біз көрмеген. Барып іздеп қайтайық. Сол ауданда ескерткіші болса, онда сол ауданның атауы болады. Ал егер ескерткіш болмаса, онда жауабы мүлдем басқа деген сөз. Бірақ мен олардың ескерткіші ашылды деген жаңалықты естімеппін. Мүмкін кішкентай бюст па, әлде аллея ма, бірдеңесі бар шығар. Кеттік, осы ауданды бір айналып шығайық. Мүмкін осы жерде дем алып алармыз. Аяқ шаршады, Ромео Джульеттаны іздейміз деп. Жақсы, демалсақ демалайық. Бір жолы қай бағытта іздейтінімізді пысықтап алармыз. Осы сұрақпен бізде қиындықтар болатын сияқты ғой. Ромео Джульеттаны таба алмайтын сияқтымыз ғой. Берілмеу керек. Кішкене демалып қайтадан іздеуге шығамыз. Ал мүмкін ешқайда шығудың керегі жоқ шығар. Неге олай деді? Арттарыңа қараңдаршы, нені көріп тұрсыңдар? Театр? Сенің айтқың келгені? Я, бұл театр. Осы жерде Ромео Джульетта пьесасы қойылды. Абай, Махамбет Исатай қойылымдары, Дина мен Құрманғазы туралы да шығарылымдар болды. Менің ойымша, бұл облыстық драма театры. Дұрыс, мен қазір жазып жіберейін. Міне, жауап келді, дұрыс. Ура! Бұл ой саған қалай келді? Мен үш ұйықтасам да түсіме мұндай театр екенін таппас едім. Тағы бір ісіміз келді, оқып жіберейін. Ағай бізді мақтап жатыр. Бұл жерде біздің логикамызды жақсы дамып келе жатқанын жазыпты. Осымен болды ма? Әлде тағы тапсырмалар бар ма екен? Тағы бір ісіміз келді ағайдан. Бізге барып тамақтанып алдыңдар дейді. Осыдан кейін бір тапсырма қалды дейді жазыпты. Ура, бір тапсырма қалса жақсы болды ғой. Кеттік, барып тамақтанып алайық. Мүмкін мына жерге барып бургер жеп алармыз. Жақса барсақ, бәрінен бұрын жақын жерде болса болады. Әйтпесе жүре аяқ әбден ауырып қалды.
ағай неге бізге бұндай тапсырмалар беріп жатыр екен? Тарихқа қандай қатысы бар? Әрбір ғимараттардың тарихы бар. Біздің өзіміздің қаламыздың тарихында біліп жүрсін деген мақсатпен тапсырмалар беріп жатыр. Мен шаршадым, бірақ бұл ойын маған ұнап жатыр. Мысалы, мектепте отырып осы ғимаратта жайында өтсек, көптеген жағдайда есімізде қалмайды ғой. Ал қазір мен театр және көпір жөнінде мәлімет білемін. Және осы мәліметтер менің ойымда көптеген жылдар бойы сақталатынына сенімдімін. Я, ағайдың бұл әдісі жақсы екен. Әрі қызықты, әрі еске сақтауға оңай. Барлық сабақтар осылай өтсе ғой. Негізі біз туған қаламыздың тарихын дұрыс білмейміз. Осыдан жақсылап қолға алмасам? Иә, біздің қаланың тарихы өте терең. Біз осы қаланың тұрғындары болып, тарихын біліп жүруіміз керек. Ағайдан ісіміз келді. Бұл жаңа айтқан соңғы сұрақ шығар, оқып жібер. Ал тыңдандар, оқып жүрейін. Бұл жерде 60 мыңнан астам әртүрлі бағалы заттар орналасқан. Ал ол заттардың күзетіп отыратын адам үстінен алтыннан жасалған киім киіп алған. Ал алтыннан жасалған киім киіп отырған күзетшісі бар дегенді қалай түсінуге болады екен? Бұл да бір ғимарат шығар. Сұрақ бұл жерде деп басталады. Бізге әртүрлі бағалы заттар тұратын ғимаратты тауып алу керек. Тамақтарымызды ішіп алсақ, жақсылап талқыға салайық сол жерде. Ал енді жаңа сұрақты талқыға салай, кімде қандай ой бар? Егер ол бағалы заттар тұратын жер болса, онда ол банк болуы мүмкін. Банк болмайды, ағай бізге банкты жасырмайтын шығар. Бұл бір музей болуы мүмкін. Кім музейге барды? Бізде қандай музейлер бар? Мен музейге барған жоқпын, бірақ бұл жерде бізге алдында ескерткіші бар музей іздеу керек сияқты. Неге ескерткіш болу керек? Енді күзетшісі бар деп тұр емес пе? Менің ойымша ағай күзетші деп ескерткішті айтып тұрған сияқты. Ал неге музей екенін сенімді болып тұрмыз? Енді басқа не болуы мүмкін? Ішінде 60 мың зат деген ол музейдің ішіндегі экспонаттар шығар. Ал күзетші ол ескерткіш. Не болса да кеттік, музейлерді аралап шығайық. Осы шығар, мен бірақ алтын киген адамды көріп тұрған жоқпын. Мүмкін ішіне кірерміз. Алтын киген адамды көрдіңдер ме? Жоқ, мүмкін біреуден сұрармыз. Жоқ, онда ойын шарты бұзылады. Біз өзіміз табуымыз керек. Мұнда жоқ, кеттік басқа музейлерге барайық. Қалай ойлайсыңдар, біз дұрыс іздеп жүрміз бе? Мүмкін бұл музей емес шығар. 60 мың затқа деген басқа бағытқа сілтеуі мүмкін. Ойланып қарайықшы. Мүмкін кітапхана, ішінде 60 мың кітап бар, алдында ескерткіші бір кітапхана болуы мүмкін. Бұл да бір вариант екен. Негізі кітапханалардың алдында да ескерткіштер бар ғой. Енді не істейміз сонда? Кітапханаларды аралап шығамыз ба? Жоқ, меніңше бұл музей. Алтын киім киген адам күзетіп тұр деп айтылды. Ал алтын киімді адам тек музейде болуы мүмкін деп ойлаймын. Бірақ негізі бізде алтын адам бар ма? Мен де білмей тұрмын. Негізгі алтын киген адам Алматы облысына табылған жоқ па? Ол біздің өңірге қалай келуі мүмкін? Меніңше бізде алтын киген адам жоқ сияқты. Қалай болғанда да бір жерде алтын киген адам болып тұр. Егер болмаса бұндай тапсырма бермес еді. Кеттік, музейлерді аралауымызды жалғастырайық. Ал енді осында болмаса қайда болуы мүмкін? Тұра бермей кірейік, мен осында бар деп ойлаймын.
алтын адамды таптық. Тез ағайға жаз, жауабы тарих өлкен тануы деп. Ал міне жауап келді. Дұрыс, құттықтаймын. Сендер барлық тапсырмаларды өттіңдер де жазылған. Енді ары қарай не болады екен? Ағай бізге 5 қойып, экзаменнен өтті деген қағаз бере ме екен? Қалай болатынын өзі ертең сабаққа барғанда айтатын шығар. Бастысы ол кісінің барлық тапсырмаларынан өттік емес пе? Менің әлі таным бар. Қалайша біздің қалада алтын адам бар екенін білмегенбіз. Қайдан білеміз, өмірі музейлерге бармаймыз, тарихи сабағын оқымаймыз. Бұл қателіктің орнын толтыруымыз керек. Ағай бізге жақсы мысал көрсетті. Енді өз басым бүгіннен бастап музейімнен театрға барып тұрам деп шештім. Сол баратын күнінде бізге де айт, сенмен баратын боламыз. Біраз уақыттың ішінде көп нәрсе біліп қалдық. Қараңдар, анау біздің ағай емес па? Ол осы уақытқа дейін бізді бақылап жүрген болып тұрма сонда? Кеттік, қасына барайық. Ағай, сәлеметсіз. Аға сәлеметсіз. Сәлеметсіңдер ме? Сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Мен сендерге Махамбет Исатай алаңына бар деп едім ғой. Неге келмедіңдер? Біз сол жерде болдық. Кейін сізден SMS тапсырмалар келген соң оларды орындап сол жерден кетіп қалдық. Қандай SMS тапсырмалар? Мен сендерді сол жерден жинап Сарайшық қаласына экскурсия жасайын деймін. Сонда сіз SMS хабарлама жіберген жоқсыз ба? Жоқ, Бірақ SMS хабарламалар сіздің номеріңізден келді. олай болуы мүмкін емес. Мен телефонымды үйге тастап кеткенмін. Сендердің сылтауларың бітпеді ғой? Қане, қазір автобус келеді. Сарайшық қаласына барамыз. Ағай, бұл жерде бір түсінбеушілік болып тұр. Бізге сіздің нөміріңізбен біреу тапсырмалар жіберіп, біз сол тапсырмаларды орындап шықтық. Сонда ол кім болуы мүмкін? Үйде тек балам бар. Ол әлі кішкентай. Оның тапсырма жүруі мүмкін емес. Ол тапсырма ойлап табатын жасқа жеткен жоқ.